Өмірде болған оқиға алжыған шал. Таңертең қорадағы 5-6 уақ малына шөп салуға шыққан Тоқбай аң-таң болып тұрды да кемпіріне айқай салды. «Әй, Қалыш, тұр деймін, ойбай. Не болып қалды? Таң азанымен. Қора да жоқ, қорадағы мал да жоқ. Жер жұтып кетіп пе сонда? Мен қайдан білейін, түнде қораны тас бекітіп, құлыбын салып ақ жатқанмын. Оят ана балаңды іздейік», деп айқай салды. Бұлардың айқайынан 10-шы сыныпта оқитын баласы Иманберді оянып кетіп, не болғанын түсінбей, көзін уқалап біраз тұрды да мән-жайды білген соң сыртқа шықты. «Әне балам, ауылда жоқ, сенің үш өлкең де жоқ», деді құдайым. «О, құдайым, ақыр заман деген осы болар, сақтай көр өзің», деп Тоқбай өзі шала-пұла білетін дұғаларын оқып бетін сипады. Иманберді жан-жағына қарап: «Көке, ешқандай ақыр заман болған жоқ, ауылды да, біздің қораны да қар басып қалған ғой», деді. Тоқбай есін жиып қараса, ой тоба, ауыл да, қора да орнында, дөңкиіп қар астында жатыр екен. Түнде бір оянғанында даладан әлде ысқырған, әлде ышқынған бір дыбыстар шыққандай болып еді. Қарлы боран соққан екен ғой. Ойда Алматы-Шымкент тас жолының сүбелбесі ғана байқалады. Әр жерінен төмпешіктер пайда болыпты. Олар қимылдамай ма? Қалай өзі? «Балам, анау тас жолға қарашы, төмпешіктер айналасында біреулер қараңдай ма, көзім жетпей тұр. Сірә қар құрсауында қалғандар-ау шамасы». «Иә, біреулер жүрген сияқты. Төмпешік дегеніңіз қар басқан машиналар, көке. Шамасы 20-30-дай болар». Тоқбайдың есіне әкесі айтып отыратын мына бір жайт түсті. Жарықтық Шақпақ атаның желі кей жылдары көз шаштырмай бірнеше күн соғып, осы өңірдің алай-түлейін шығаратын. Шақпақ ата әулие киелі кісі болған екен. Ауыл аймаққа тек жақсылық жасап, үшкірген науқасы жазылып, берген батасы қабыл болған. Ұры қара тентектері тезге салып, кедей-кепшіктерге бар ықыласымен көмектескен адам екен. Арам ойлары да райынан қайтарған. Теріс батасын алғандардың өздері, ұрпақтары да өмірден зардап шегіп өткен. Сондықтан да Шақпақ атаны әулие ата, түркі басы, өңірі қастерлеп жүреді. Егемендік алған соң оның туып өскен жеріне Шақпақ ата атауы берілді. Ол кісінің тағы бір жұмбақ мінезі болыпты. Халықтың теріс іс-әрекетін айта шаршаған шақта жер тамына кіріп қалып: «Уа, халқым, жүздеріңде мейірім, жүректеріңде жылу қалмады. Оны көрсеткенше, Құдай мені неге алмайды?» деп күңіренеді екен. Сол мезетте жаз болса қиыршық пен құм суырған жел тұрып, қыс болса жолдардың бәрі жабылып, қар құрсауына тап болып, өзін тыңдамаған елдің апшысын қуырып, тәубесіне келтіреді екен. Табиғат дүлейі не бір күн, не 3, 5, 7 күнге созылып, әйтеуір тақсандармен аяқталады екен. Тоқбай баласын шақырып алып: «Балам, түнде Шақпақ атаң қаһарына мініпті. Сірә мына жүргіншілердің арасында жақсылығы өз басынан артылмайтын біреулер бар сияқты. Әйтпесе Шақпақ ата бостан-босқа ашуланбас еді. Қазір адамдардың иман кеткен заманы болып тұр ғой өзі. Өткен жылы қар құрсауында қалғандарға тікұшақпен төбелерінен нан тастағанда әппен-төппен төкендердің істері анау. Нанды әр жерден теріп алып, машиналардың ішінде бірнеше күн аш отырғандарға бір бөлкені 1000 теңгеге, арақтың шишасын 2000 теңгеге сатып, ауылды бүкіл Қазақстанға масқара қылды. Шақпақ ата осыны білмей жатыр дейсің бе? Әрине біледі. Ал балам, тұрмайық. Екеулеп қораны қардан ашайық. Анау төмендегі адамдарды құтқаруға барайық», деді. Таң да атты, алдымен қораға барар жол ашылды. Тоқбай атаның күрегінің сабына сүйеніп, біраз дамылдап алды да кемпірін шақырды. «Қалыш, тез шайыңды даярла.
іш жылытып алған соң оңғар ошақбай жұмаштарға барып, ана мүскіндерге жүрек жалғайтын бірдеңе апарайық. Айтпақшы, ана ісектің біреуін сойып, жолда қалғандарға құдайы тамақ берейік. Мен ойға түсіп келгенше Иманжан малды сойып даярлап қой, деп төменге кетті. Әй шалау, сен алжыған шығарсың осы. Кемалымыз жүр, Алматыда үй таппай, әркімнің босағасын жағалап, немерелерге де обал болды. Тапқандары пәтерақы мен жол айқынан айырылмайды. Малды соларға сақтап отырмыз емес пе? Келеді ғой, қарақтарым, демалыста әкем шешем деп. Кең болсаң кем болмайсың деген кемпір, сабаңа түс, айтқан істе. Айтқанынан қайтушы ма едің сен? Тұрмысың атыңа сай болса ғой шіркін. Білгеніңді істе, алжыған шал. Ашудан жарыла жаздаған қалыш жол ашылған соң Сәнімгүл, Әнімгүл, Жәнімгүлдердің үйіне барып, шалының алжасқанын айтып, біраз жерін тарқатып алды. Абысын ажындары да беттерін шымшылады. Бәрінің келген қорытындысы Тоқабай алжыған. Тоқабай бір топ ауыл қарияларын ертіп, қоржындарының басын томпайтып, жолаушыларға келгенше әпен-төпен төкендер тағы да пысықтық танытып, нанның бөтелкесін 1000 теңгеден саудалап, жартылықтарын қылдай бөліп, ішіп, күйік асуын қырай бөліпті. Тоқабай бір топ ауыл қарияларын ертіп, қоржындарының басын томпайтып, жолаушыларға келгенше әпен, төпен, төкендер тағы да пысықтық танытып, нанның бөлкесін 1000 теңгеден саудалап, жартылықтарын қылдай бөліп ішіп, күйік асуына қарай кетіпті. Көсем әлі қартты қасына алып, ауылдың бала шағаларын ұйымдастырып, біраз көлікті қар құрсауынан босатып болған соң, Тоқбай жолаушыларына үйіне құдайы тамаққа шақырды. Алдымен кірген орыс пен кемпір болған соң, қонақтардың бәрі де орыс деп ойласа керек. Здрастите деп Қалыш та көңіл жайлылық танытып, бәрін төрге отырғызды. Ет желінді, сорпа ішілді. Дастархан жинардың алдында жігіт ағасы болып қалған шешен жігітті таза қазақ тілінде сөз бастады. Ағайындар, егер мына Тоқбай ақсақал болмаса, машина ішінде әлі бүрсіп отырған болар едік. Қазақтың даласы қандай кең болса, жүрегі де, құшағы да сондай кең. Кімдерге пана болмады бұл қазақ? Егер қазақ тарапынан осындай ыстық ықылас болмағанда, біз шешендер әлде қашан қырылып, сүйегіміз көмусіз қалар еді. Міне, бүгінгі оқиға соның тағы да бір дәлелі. Ақсақал, мен сіздің алдыңызда бас иіп, киелі дастарханыңызға 50 000 теңге тастаймын, деп Әмиянының аузын ашты. Ой, оның не қарағым? Мен сендерден бірдеңе дәметіп жайғаным жоқ бұл дастарханда, деп Тоқбай азар да безер болды. Мена жигутурус айтады, деп орыс шалды да 25 000 теңге тастады. Өзгелер де қарап қалған жоқ. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 45 000 дастархан үстіне теңге толып кетті. Сасқалақтап қалған Тоқбай, бұларыңыз не, ұят болды. Қазақ құдайы тамағына ешқашан ақша дәметпейді, деп тақиясын бір киіп, бір шешіп, дегбірі қашты. Бата жасалған соң келген қонақтар жалғыз аяқ жолмен машиналарына қарай құлдилай берді. Ертеңіне ойбай, не дейсің? Тоқбай ақшаға көміліп қапты, жолаушылар дастарханын теңгеге толтырыпты, деген сөздер ауылды толтырып жіберді. Біздің шалдар еш болмаса Тоқбай да алжиып алмайды, деп еріндерін тістеді әйелдер. Келер жылы Тоқбай дағарадай 4 бөлмелі үй тұрғызып дүрілдетіп той жасады. Сығарға беті жоқ еді. Алла тағалам берем десе, есіктен де, тесіктен де береді екен, деп жұрт тағы жағасын ұстады. Той үстінде бір жайсыз хабар жетті. Күйік асуының маңынан әпен-төпен төкендердің мәйіті табылыпты. Боздақтар-ай, арақ ішкеннен басқа не көрді дейсің бұл өмірден?
Қариялар мұңая отырып осылай деп бет сипасты.